ақшамен проблема көбіне оны таппаған кезде емес, оны тапқан кезде пайда болады. Тауып дұрыс емес сделкаға кіріп кетеді, тауып дұрыс емес жаққа салып тастайды, тауып бір дұрыс емес нәрсе жасайды, потом финансовый проблема ұлғая бастайды да. Нағыз проблема ақша таппағанда емес, тапқан кезде пайда болады. А причем қалай? Тауып, бірақ бағанағындай бұлшық еті қаражат жинайтын, басқаратын бұлшық ет дамымаған кезде пайда болды, көрдіңіз ба? Яғни табумен проблема мүлдем шешілмейді. Табу бұл қажеттіліктің бестен бір бөлігін ғана өтеп береді екен бізде. Сондықтан да мен дельта заңдылығы деп жатқаным сол. Егер де сіз бағанағындай постепенно, поэтапно, күнделікті тұрақты түрде қаражатыңыз жұмыс жасап, жинап 2 миллион, 3 миллион, 5 миллионды жинап именно сіз үйренбейтін болсаңыз, болашақта сіздің тапқан табысыңыз сізге тек қана проблема алып келеді. Вот поверьте, вот солай. Мой сосед миллионер деген кітап бар. Вот супер кітап. Мынаның ішінде основа сол туралы, бережливость туралы, қаражатқа үнемдеу туралы да. Сіз қандай бизнесменді, қандай кәсіпкерді алмасаңыз да, ол сізге опытының негізінде бір нәрсені айтады. Ақшаны дұрыс бағыттай алмасаң, ертең проблема бастан асатын болады дейді. Табумен проблема мүлдем шешілмейді. Ол еселеніп кетуі мүмкін. Сондықтан бағанағы мысалда ең бастысы, мен дәл осы алғашқы видеоның мақсаты сіздерге ана екі разницаны түсіндіру. 3 миллионды бар кредитке ала салу, немесе 3 миллионды бар бірнеше сделкамен таба салу, ол мүлдем бөлек опыт, және ол проблеманың 5-тен 1 ғана шешілетін. Ал когда сіз оны жинаған кезде, сол 2 миллион, 3 миллионды сіздің миыңызда бағана бұлшық еттің шұғылдану деп елестетіңіз. 100 000 теңге, это сіз басында залға барған сияқты, 3 миллион, 5 миллион болған кезде, это когда сіз уже жақсы формаңыз бар да, накачанный прям, денеңіз әдемі болып тұр, сол сияқты елестетіңіз. Окей? Ал мына жақтан барып оны таба салу немесе кредитке ала салу, бұл барып денеге допинг сала салу сияқты, ол біраз жақтан жел шығып кетеді. Еще сіздің денсаулығыңызға зиян келтіреді. Міне осы нәрсені түсінсеңіздер деймін. Бұл самый главный нәрсе, яғни жинақтың мақсаты, бізге подушка безопасности керек, бірнеше айға жинақ керек, бізге бизнес бастауға капитал керек, оборотный средства керек. Но одан ең жоғарғы мақсат жинай алудың қабілеті, жинау әдетінің, ол мидағы денежный мышцаны тренировать етіп, сол үлкен ақшаны жинап, ұстап отыру, басқара алу қабілетін шынықтырып қою. Сол кезде осы қабілетті дамытып сізге ақша келген кезде, онда сіздің ақшаңыз су сияқты ағып кетпейді саусақтарыңыздың арасынан. Сол кезде сіздің ақшаңыз сізге еселе проблема алып келмейді. Ол келген ақша қажетіңізді өтейді, қарыздарыңызды жабады, плюс болашаққа жұмыс жасайды, еселене түсетін болады.